Бүгін қазақстандық шәкірттер үшін оқушылық кезеңнің бір парағы жабылып, бір кезең аяқталды. 4 миллионға жуық оқушы жаңа сыныпқа көшірілсе, 186 мың білім алушы үшін соңғы қоңырау соғылады. Қыркүйек айында аяғын епсіз басып, оң солын танымай, мектеп дейтін бейтаныс жерге келген бүлдіршіндер де бірінші сыныпты тауысып, әріп танып хат жаза білетін дәрежеге көтерілді. Сол секілді әр оқу жылы сайын барлық бала біліммен қаруланып, оқумен қанаттанып жатыр. Құрметті жас шәкірт, сен білесің бе, әлемде 244 миллион бала әлі күнгі мектеп есігін ашып, мұғалімнің түрін көрген емес. Олардың сендер сияқты сыныптастары, оқулық пен дәптері, қаламсабы мен қарандашы жоқ. Сондықтан мектептен алған білімді ұланбайтақ отанымыздың жарқын болашағы үшін жұмсауларың керек. Араларыңнан мықты инженер, атақты кәсіпкер, өз саласының нағыз маманы, тіпті министрлер мен президенттер шығары анық. Білімім отаныма дейтін сөзді ұран қылып, бойтұмарыңы айналдыра білсең, түбі қазақ еліне қызмет етесің. Өйткені осынау байтақ даланы бабаларымыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен сақтап қалды. Сондықтан Абылайхан аталарың сендерге білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қалыс қалып жүрмелік деп айтты. Ал Мағжан аталарың болса, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырамдай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп өлең жазды. Бабаларымыздың бізге артқан сенімін ақтап, болашақ ұрпақ бейбіт заманда біз дайындап берген игіліктерді пайдалансын десек, мемлекетіміздің дамуы үшін бар күш-жігерімізді салайық. Біздің біліміміз ең бірінші отанымызға керек.